Барлықтарыңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Назерке. Бүгін мен сіздерге вулкан деп аталатын пирог пісіріп көрсетемін. Ол үшін алдымен ортасындағы кремін дайындап аламыз. Ыдысымызға жұмыртқа мен шекерді салып араластырамыз. Біркелкі масса болғанша араластыру қажет. Оның үстіне сүт қосамыз. Тағы да араластырамыз. Үстіне ұн салып, баяу отта үздіксіз араластырып тұрамыз. Үздіксіз қоюланғанша араластырып отыру керек. Қоюланғаннан кейін үстіне май салып, тағы да араластырамыз. Осы кезде отты сөндіреміз. Отымыз қоюланғаннан кейін үстіне пленка жапсырып, холодильникке жібереміз. Енді бисквит дайындаймыз. Ол үшін ыдысымызға алдымен 4 жұмыртқаны жарып аламыз. Оның үстіне қант салып миксермен араластырамыз. Одан соң сұйық май мен сүтті құйып тағы да араластырамыз. Сұйық массаның үстіне құрғақ массаларымызды саламыз, яғни ұн, какао және қопсытқыш. Құрғақ массаны 3 бөлікке бөліп саламыз. Сонда бисквитіміз жақсы болып көтеріледі. Біздің тестіміз дайын, оны дөңгелек формаға саламыз. Тестімізді салып болдық, енді оның үстіне жаңағы кремімізді саламыз. Кремді видеодағыдай қасықпен салуымыз керек. Сонда ол жанартауға ұқсас болады. Онан кейін пеште 180 градуста 30-35 минут пісіріп аламыз. Пештен шыққан соң оны суытамыз. Пирогты өз қалауыңызша сәндеуге болады. Мен шоколадпен және орехтермен сәндеп шықтым. Осымен біздің вулкан деп аталатын пирогымыз дайын болды. Өте әдемі және өте дәмді болып шығады. Видео ұнаса лайк басып, коммент жазуды ұмытпаңыздар. Каналға тіркеліп кетіңіздер.